Түркістанда облыстық қоғамдық кеңес мүшелерінің алғашқы съезі өтті. Рухани шаһарда алғаш рет бас қосқан кеңес мүшелері елбасы жолдауына үн қосып алдағы уақытта атқаратын жұмыстарын пысықтады. Алғашқы жиын сыбайлас жемқорлықтың алдын алу стратегиясын жүзеге асыруға бағытталды. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев өзінің биылғы жолдауында елімізде сыбайлас жемқорлықпен күрес белсенді түрде жалғасатынын айтқан болатын. Кезекті жиынға келгендер енді сол міндетті орындау үшін қандай жұмыстар атқаруға болатынын талқылады. Сыбайлас жемқорлыққа қатысты мәселе елбасының назарынан тыс қалған емес. Мемлекет басшысы биылғы жолдауында да жемқорлықтың алдын алуға бағытталған күрестің жалғаса беретінін атап айтты. Сыбайлас жемқорлықпен күрестің басты бағыты оның алдын алу, яғни оның себептері мен шарттарына ықпал жасау керектігін ескерген жөн. Біз тек қана мемлекеттік органдар немесе құқық қорғау органдары ғана ол індетті жеңе алмаймыз. Біз жемқорлықты тек қана қоғаммен тығыз байланыста жұмыс жасап отырып жеңуге мүмкіндігіміз болады. Жиында 2015 жылы президент пәрменімен құрылған қоғамдық кеңестің мәртебесін арттыру мәселесі де сөз болды. Ол бойынша Түркістан қалалық қоғамдық кеңес төрағасы баяндама жасады. Сыбайластықтың алдын алуда ұйым жұмысының жүйелі екенін алға тартқан төраға қоғамдық кеңестің күн санап жұмысы жанданып келе жатқанына тоқталды. Әртүрлі сала өкілдерден құралған кеңестің мүшелері қоғамдық отырыста өз ойларын ортаға салып, ұсыныстарын білдіріп отырады. Түркістан қалалық қоғамдық кеңесі басқа да қоғамдық ұйымдармен тығыз байланысып жұмыс жасауда. Ал кезек күттірмейтін өзекті мәселелер туралы қала басшылығына бірқатар ұсыныстар жасалған. Мемлекет басшысы биылғы жолдауында елдегі бірнеше салада сыбайластықтың барын айтып, қоғамда жариялылық принципін орнату керектігін айтты. Облыстық қоғамдық кеңес мүшелерінің алғашқы съезінде сол мақсатты жүзеге асыруға тағы бір нақты қадам жасалды. Енді өңірде сыбайлас жемқорлықтың алдын алу үшін қоғамдық бақылау күшейетін болады. Түркістан қаласынан Мақсұт Жарылқасын, Нұрлан Рүстемов, Тұран Ньюс.